Берел ауылына қош келдіңіздер. Менің ауылым Берел ауылы. Жан-жағын таулар қоршаған осынау ойпат өзінің көркемдігімен көзге түседі. Ұзыннан ұзақ созылып жатқан биік таулар мыйдай жазық даланың қорғаны секілді. Екі жағымызда қос бұрымдай екі өзен ағып жатыр. Олар Ақбұлқақ пен Бұқтырма. Бұл екі өзенде мәңгілік мұз құрсаған таулардан бастау алады. Ежелгі көшпенділер өркениетінің алтын бесігі Алтайдың биік таулы аңғарындағы табиғаты ғажап, Берел ауылының тарихы ертеден басталады деуге толық негіз бар. Ал орыс зерттеушілердің мәліметі бойынша 1861 жылы крепостнойлық құқықты жойған әйгілі реформадан кейін еркіндік алған орыс шаруалары жан-жаққа үдере көшкені белгілі. Сол ұлы көштің бір легі Алтайға ағылды. Сөйтіп, 1870 жылдың басында Берел ауылы пайда болды. Ауылымыз табиғи, тарихи ескерткіштерге бай. Атап өтер болсам, Алтай тауының биік шыңы Мұзтау, Көккөл сарқырамасы, Рахман қайнары және де Көккөл кеніші. Тарих бетінен орын алған Берел қорғаны да осы өңірде. Берел қорымы сақ дәуірінен сақталған тарихи ескерткіш. Берел ауылынан оңтүстік батысқа қарай 7-8 км жерде орналасқан. Қорым солтүстігінде Берел және Бұқтырма өзендерінің қосылған жерімен, оңтүстігінде Қансы өзенімен, ал батысы мен шығысында таулармен шектелген Бұқтырма өзенінің оң жағасындағы алаңда орналасқан. Табиғат ананың ерекше тартуы емдік қасиетке ие шипалы жылы су көзі Рахман қайнары. Оңтүстік Алтайдың кішкене тектоникалық ойпатында Арасан көлі жағасында теңіз деңгейінен 1750 метр биіктікте орналасқан. Су терең тектоникалық жарықтан шығады. Температурасы 35-42 градус, шипалық қасиеті құрамындағы көмірқышқыл мен радонның молдығында. Әсем табиғаты мен шипалы сумен әлемге танылған біздің ауылға алыс жақын шетелдерден, еліміздің әр түкпірінен туристер ағылуда. Тап-таза тау ауасы, тау басынан бастау алған кәусар бұлақтар, дамылсыз есіп тұрған самал жел тек осы өңірге ғана жарасады. Мен өз ауылыммен мақтанамын.